Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қамыры жыртылмай тесік-тесік болып шығатын дәмді біріншектер жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 4 дана жұмыртқа қосамыз. Егер сіздерде жұмыртқа үлкенірек болса, 3 дана қоссаңыздар да жеткілікті. Және 1 шай қасық тұз, 4 ас қасық шекер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі 4 ас қасық өсімдік майын қосамыз. «500 мл жылы сүтімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қайнап тұрған 500 мл ыстық суымызды қосамыз. Біріншекке қанша миллилитр сүт қоссаңыз, дәл сондай көлемде қайнаған су қосу керек болады. Енді ыдысымызға 320 грамм ұн қосып аламыз. Ұнымыздың құмықтары кеткенше жақсылап араластырамыз. Егер ұныңыз көп болып кетсе, кішкене қайнаған су қосып жіберсеңіздер де болады. Блинчикте ең маңыздысы бұл оның консистенциясы. Егер блинчиктеріміз бұдан қою болатын болса, тесік-тесік шықпайды және қатты қалың болып кетуі мүмкін. Ал егер бұдан да сұйық болатын болса, блинчиктер жыртылып кетеді. Сондықтан дәл осында сұйықтықта болуы маңызды. Табамызды жақсылап қыздырып, үстін майлап аламыз. Біріншісінде ғана май жақсаңыздар жеткілікті, келесінде майлаудың қажеті жоқ. Не қараңыздаршы, ешқандай сода, дрожжсыз блинчиктеріміз тесік-тесік болып шығып жатыр. Келесі бетін ауыстырып отырып, пісіріп алатын боламыз. Менде 24 диаметрлі табадан 24 штук блинчик шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан өте сәтті болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер каналға тіркеліп, видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.